Сәлеметсіздер ма? Менің есімім Айгүл Мұқатаева. Мен клиникалық және практикалық психологпын, отбасылық психологпын және терапевт тренермін. 25 желтоқсанда Астана уақытымен кешкі 7:30-да өзіңді танып біл атты онлайн лекциямызды бастағалы жатырмыз. Кімдер қатысады бұған? Кез келген Қазақстанның азаматы мен азаматшалары қатыса алады. Шектеу жасы ешқандай жоқ. Барлық адам өзін танып, өзін білу керек. Көп жағдайда адам өзін танымағандықтан, өзіне не қалайтынын білмегендіктен ортақ мақсаттармен өмір сүріп жатыр. Баламның мақсаты, көршімнің мақсаты, ағайынның мақсаты, сөйтіп жүрген кезде олардың ешқандай қайырымы жоқ. Мен жүрсем болса мынау, олар өз ризашылықтарын білдірмейді деген сияқты өкпе реніштердің босына керемет нәрселерге қаншама энергиямызды қойып қаншама энергияларымызды қойып, біз жағымсыз энергияның салдарынан жүрміз. Осындай кездерде бізде отбасы жақсару мәселесі тұрып қалады, балаларымыздың сабақты жақсы оқып, биіктен көрінуі тұрып қалады, қаржы мәселесі тұрып қалады және жеке тұлғалық қалыптасуда тұрып қалады осындай жағдайда. Бірақ былай қарап тұрсаң көзге көрінбейтін нәрсе сияқты, оған тұрар емес сияқты нәрсе сияқты болып көрінгенмен, барлығын жасап, өзімізді қолдан келгенше атсалып жатқанымен, неге біздердің армандарымыз орындалмайды дейміз. Армандар орындалу үшін әрбір адам өзіне шынайы болу керек. Ал кейбір адамдар өзіне шынайы қалай болады? Өзін танымаса, өзін кім екенін білмесе, кімге ол шынайы болу керек? Кімге әділ болу керек? Сендер танымайтын адамдарға алдында шынайы бола аласыңдар, бола алмайсыңдар. Сендер танымайтын адамға сене аласыңдар, сене алмайсыңдар. Сендер танымайтын адамға қолдау көрсетесіңдер ме? Көрсетпейсің. Сол сияқты біз өзімізді танымасақ, өзімізді білмесек, өзімізге қалай біз қолдау көрсетеміз? Міне осы жерде бәріміз тұрып қаламыз. Қазіргі таңда кейбір адамдарда менің бойымда келеңсіз қорқыныштар, үрейлер болады. Өліп қаламын ба, ауырып қаламын ба, балалар не болады деген сияқты түрлі уайымдардың бәрі болады. Оның бәрін түсінбегендіктен адамдар не істейді? Өзін жеп бастайды, кеміріп. Содан тамақ нашарлайды, ұйқысыздық келеді, бара-бара біздің денсаулығымызға сыр беріп бастайды. Ал оның бәрі түпкі мәселесі, біз өзімізді танымаймыз, біз өзімізден қорқамыз, біз өзіміздің кім екенімізді білмейміз. Егер біз танысақ өзіміздің кім екеніміз, егер өзіміздің бойымызда керемет қасиеттерді ашсақ, соның бәрін паш ете алатын болсақ, барлық Қазақстандағы қазақтардың бәрі бақытты бола алады. Неге біздің елімізді қытайлар жаулайды? Неге андай болады? Ояну керек, қазақтар сауатты болу керек. Егер біз білімді болсақ, егер біз мықты болсақ, көзіміз ашық, көкірегіміз ояу болса, бізді ешкім де жаулап ала алмайды. Өзіміздің басымызға әділ патша да келеді. Сондықтан сендерге айтайын дегенім, ешкіммен күреспеңіздер, бар энергияларыңызды құртпаңыз. Сол энергияны өзіңізді өсіруге, өзіңізді дамытуға, өзіңізді жетілдіруге, бақытты болуға, отбасын бақытты болуға жұмсасаңыз, сіз ештеңе өкінбейсіз. Себебі оның жемісін жейсіз. Ал сіздер сол энергияңызды ұрыс керіске, жанжалға, қарақатынасқа түсінуге жұмсай беретін болсаң, сіз өкінесіз. Арада біраз уақыт өтіп кеткенде, мен саған айтқаным осы, өзгермедің, түсінбедің деген сияқты өкініштер болады. Кімге өкінеміз? Тағы да алып келгенде өзімізге өкінеміз. Осы жағдайларды болдыртпау үшін мен постоянно айтамын, дұрыс емес ой бірінші мида пайда болып бастайды. Дұрыс емес ойдың себептерінен барып бізде не пайда болып бастайды? Дұрыс емес іс-әрекеттер. Сол дұрыс емес іс-әрекет болған ойға байланысты дұрыс емес іс-әрекеттер жасаймыз. Іс-әрекетіміз дұрыс болмағандықтан біздің жетінде нәтижелеріміз дұрыс емес болып бастайды. Сондықтан барлықтарыңызға айтайын дегенім, тіркеліп үлгермегендер тіркеліп үлгеріне болады. Барлық сұрақтарыңыздың бәрін жекеге жазуларыңызға болады, WhatsApp-қа жазуларыңызға болады, немесе Instagram-да бармы, неотерапия Ақтау деген, сол жаққа дайректке хабарлассаңыздар да болады. Мен барлықтарыңызға жетістік, бақыт, махаббат тілеймін. Деніміз сау болсын, бастысы барлық дүниенің байлығына біз жете аламыз. Сау саламат.